мына маған не істейді екен, қашан хабарласады екен, мен ананы қалай қаратып алсам екен, және осы позициядан барса, онда естественно мені келесі кездесуге шақырады. Жай ғана қарапайым сұрақ. Өзіңді жақсы көресің бе? Несерьезный жүретін қыз емеспін, мен серьезный жүретін қызбын. Сәлем, сіздермен бірге мен Фариза Халыкова, практик психолог коучпын, қарым-қатынас экспертімін. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қозғалатын тақырып жалпы жігіт неге кездесуден кейін жоғалып кетеді? Бұл сұрақ маған өте жиі қойылады. Неге бұлай болады деп қыздар жазады. Сол үшін осы тақырыпты ашып, дәл осы видеода айтқым келеді. Алдымен каналға жазылыңыздар, содан кейін бастаймыз. Ең бірінші, мына жерде былай ғой, кездесуге сіз қай позициядан бардыңыз? Бізде қыздар былайда, кездесуге бара жатып, уже ана жігітпен тұрмыс құрады, бала да туып тастайды. Жоқ, олай емес. Кездесуге сіз жігітті көруге барасыз, жігіт сізді көруге барады. Келеді точнее. И бұл уақытта мен жай ғана саралаймын, қараймын, ұнайды, ұнамайды, таңдаймын. Қыздар не үшін страдать етеді? Екінші кездесуге шақырған жоқ, немесе 3 рет кездесу одан кейін жоқ болып кетті деген сияқты. Себебі сіздегі ресурстың саны 0 болып тұр. Бұл дегеніміз былай. Егер мен өзімді жақсы көрсем, менің ішкі махаббатым, ішкі сезімім, сенімділігім толы болса, мен жігітпен кездесуде барған кезде, мына маған не істейді екен, қашан хабарласады екен, мен ананы қалай қаратып алсам екен, мына жігіт жақсы екен деп отырмаймын. Мен өзіме махаббатым жетеді, мен уверенно отырам. Және мен оны сындырып алуды, қаратып алуды жоспарламаймын да. Жай ғана қалай бармын, солай барам, сөйлесем, айтамын, ішімдегі бар ресурспен бөлісемін, изобилия дейміз ғой, ішіңдегі молшылықпен, сол махаббатмен бөлісіп, сен сырласасың, әңгіме айтасың, болды. Және осы позициядан барса, онда естественно мені келесі кездесуге шақырады. Ал егер мен жоқ, өзімде ішім пустой, махаббатты іздеп барса, мына жігіт маған көңіл бөлсе екен, мына жігіт маған сөйтсе екен, мына жігітті қаратып алсам екен, бар ойым қандай жолмен болса да осы жігітті ұстап қалу болса, бұны жігітте сөзсіз-ақ энергетикалық тұрғыда сезінеді. Бос энергия сіздің ішіңізде түк жоқ болғаны үшін жігіт кінәлі емес та. Бұл жерде айтып тұрған жоқ, мен барлық жігіт керемет, барлық жігіттер күшті деген әңгіме емес. Мен тек сізге қатысты, қыздарға қатысты әңгімені айтып тұрмын. Неге сізден қашып кете береді? Немесе сізді неге кездесуге шақырмай қояды? Мына опустошениені, бостықты толтыру керексіз. Бізде мынандай болады, менде консультацияда әйелдер келеді. Мен күйеуімнің бар жағдайын жасадым. Манағы 3-4 бала шаға туып бердім, ата енеме қараймын, бүкіл қайнапам, қайынсіңлім, бүкіл қайын жұртымен қарым-қатынасым керемет. Бірақ менің күйеуімнің екінші әйелі бар, немесе күйеуім маған көңіл бөлмейді, немесе вообще мені білмеймін, еркелетпейді да, маған қажетті дүниені мен алмаймын, маған махаббат бермейді дейді. Сол кезде мына бір сұрақ туындайды, жай ғана қарапайым сұрақ. Өзіңді жақсы көресің бе? Жоқ. Естественно, мен естейтін жауабым үнемі жоқ деген сөз. Мен өзімді өзім жақсы көрмей тұрсам, маған қалай басқа адамдар махаббат бере алады? Әсіресе ер адам. Мен өзіме өзім қарамай тұрсам, өзімнің тәнімді күтпесем, түрімді қарамасам да, фигурамды қарамасам, жалпы өзімнің қалауымды, ішкі үнімді тыңдамасам, өзімді сыйламасам, через не хочу барлығына өтірік күліп жүрсем, мен өзімді алдап жатырмын да. Ондай әйелге де, қызға да ешқандай ер азамат құрметпен қарай қоймайды. Өзін өзі сыйламай тұрған адамды мен де сыйламас едім да. Дәл осы позиция ғой. Сіз алдымен өзіңізді жақсы көріп, ішіңіз толса, изобилиядан тасып, махаббатыңыз тасып бара жатса, сіз жігітпен кездесе салып, сен қандай жігітсің, қандай намерениемен кездесіп отырсың, сен серьезно жүресің ба, сен үйленетін ойың бар ма, андай-мындай деп әңгіме айтылмайды, немесе сен намаз оқисың ба деген сияқты. Сосын мына бір түсінікті қою керек сияқты, алғашқы кездесуде барып алып үйленудің әңгімесін айту да, немесе білмеймін, белгілі бір діннің өкілі болса, ол күшті дегенді білдірмейді. Стереотипті ой, шаблонды ойдан шығып, жай ғана
кездесу керек. Бұл жерде екі адам бір-бірімен кездескен кезде критика айту үшін, бір-бірін сынын іздеу үшін, собеседованияға келіп бара жатқан жоқ, жұмысқа тұру үшін емес, демалу үшін кездеседі адамдар. Бір-бірімен сөйлесіп, сырласып, өмір туралы жалпы көзқарас, әңгімелер айтылу үшін ғана кездеседі. Ал қыздар, именно осы сұрақ туындаған қыздар мынандай позициядан барады. Либо тұрмыс құру керек срочно, болмаса мен несерьезный жүретін қыз емеспін, мен серьезный жүретін қызбын, маған серьезный отношение жасау керек, мен күшті қызбын, маған ухаживать ету керек, маған күшті қылып қарау керек деген позициямен қарайды да. Біреу сізге ухаживать ету үшін, сіз алдымен өз-өзіңізге ухаживать етіп бастаңызшы. Вот бұл жерде ухаживать ету деген қымбат киіну, қымбат жерлерге бару, ондай дүние емес. Қарапайым, жай ғана тазалық, өз-өзіңізге қарау, жай ғана өз-өзіңізді түсіну, нені қалайтыныңызды нақты білу. Ер азаматтың психологиясында былай, олардың миы былай жұмыс жасайды. Егер сізбен қалай қарым-қатынас жасау керектігін түсінсе, нақты правиласы болса, ол сол правилмен жүреді. А егер түсініксіз болған жер болса, онда ол өзінің правиласын либо установить етеді, либо қалай бар, сондай қарым-қатынасты ғана жасайды. Басынан бастап сіз кездесуде өзіңізді көрсетесіз. Сіз жаңағыдай қандай құрметке, қандай бір сыйлыққа, қандай сөйлесуге лайық екеніңізді сол жерден көрсетесіз, өзіңізді ұстауыңыздан ақ байқалып тұрады. Егер шақырған жерден әр жерге келсе беретін болсаңыз, жай ғана көңіліңізге жақпаса да иә десеңіз, немесе жаңағы баратын жерге өздігіңізден жететін болсаңыз, в принципе, тут понятно. Сосын мына опустошениемен жүру бақытты болуға бармайды. Үнемі жігіттен күтіп тұру, жігіт мені жақсы көрсе екен, жігіт мені бағаласа екен, жігіт маған сыйлық берсе екен, мен қарапайым қызбын, мені бір күшті жігіт жолықтырып, мені бүйтіп алып күшті өмір сыйлайды екен деген ойды қою керек. Себебі ресурсқа толы ер азамат та, өзінің сенімді ер азамат та, ол пустой жерге апарып, өзінің энергиясын құйғысы келмейді, ол алмасқысы келеді. Ол жай ғана бере бергісі келмейді, ол да алғысы келеді. Түсінесіздер ме? Мына жерде қыздардың позициясы тек қана алудың позициясында барады. Маған бер, маған қара, маған көңіл бөл, 24/7 маған жаз, мені ғана ойла, менімен ғана сөйлес, мына әлемнің барлығын ұмыт, жұмыс туралы айтпа маған, менің проблемаларын шеш, менің өміріме қызық, өмірің қызық болса қызығады, өмірің қызық болмаса қай жеріне қызығады. Немесе сіздің өзіңіз как личность ретінде қызық болмасаңыз, айтатын әңгіме болмаса, ол жерден ер азамат кетпек түгілі басқа адамдар да кетіп қалады. Басында бұндай қыздардың жанында да күшті құрбылары да болмайды, өзіне сенімділіктері настолько төмен, қалай айтсам болады, сенімділіктер төмен болған соншалық бір кездескен жігіттің әр қайсына жабысып алуға тырысады. Әр қайсымен отбасын құрып, әр қайсымен фантазияны жібереді. Фантазияңызға шектеу қойыңызда, реалист болып, мына жаққа келіңіз. Және құр жүре бермей, мына опустошение состояниясында жүре бермей, өзіңізбен жұмыс жасауды қолға алыңыз. Бұл үшін менде әр айдың 15-16 күндері тегін марафон жүреді. Ол марафонда біз осы самооценканы қалай көтереміз, бұл сізде неге болып жатыр, қалай шығамыз, қалай өзімізді бағалаймыз, жалпы өзіңізді бағалау деген не, өзіңіздің құндылығыңызды көтеру, өзіңізді қабылдау деген түрлі тақырыптарды қозғаймыз. Сол жаққа келіңіз. Видеоның астында ссылка болады, сол жаққа жазсаңыз қосыла аласыз. Мәселе осыдан туындайды. Егер мен осы состояниемен қазір жүрсем, ертеңгі күні мен өмір бақи ер азаматтан күтіп отырам. Қашан хабарласа да, қашан келеді, тұрмысқа шықсаңыз да дәл сондай, жұмыстан қашан келеді. Ол достармен баратын болса, қайда бара жатыр, қашан келеді, қайдасың деген сияқты түрлі сұрақпен мен миын жей бастаймын. Бәрібір бақытты өмір ол жақта жоқ. Лучше мына состоянияны реттеп барып, қарым-қатынас құрсаңыз, сол кезде сізге де, жігітке де бұл қарым-қатынас кайф болады.
кайф тұрғысында мынандай смысл ғой. Екеуіңіз де бір-біріңізді напрягать етпейсіздер. Ешқандай талап жоқ бұл жерде, күту жоқ. Күту жоқ жерде, ожидание бар жерде негізі мынандай ғой, реальность болады да. Ал күту болмаған кезде жаңа толыққанды жай ғана сеніп, дәл қазіргі сәтте болудың әсерінен дұрыс отбасылар құрылады және ұзақ уақыттық қарым-қатынастар құрылады. Ал жай ғана талап ете беру, маған бүйтіп қараса екен, серьезный отношение құрса екен, оның барлығы сөз жүзінде, ал іс жүзінде ондай болмай жатады. Сондай сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, пікірлеріңізді міндетті түрде күтемін. Кері байланыс беріңіздер, себебі әрбір кері байланыс күшті тың тақырыптарды көтеруге бір шабыт береді. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет.